рыба с сибирским хамом. Мен де бүгін сынып сағатты. Ой, какой жарко. Ой, тақта сүрткен түсіріп алайын. Короче, болсын. Күліне сәлем. Мынау біз такси екеуміз магазинға бара жатырмыз. Міне, қара. Ол жақта май күндері күшті сияқты ма? Магазинде бара жатырмық. Ана біреуге ұқсайды бар ғой. Қайсы? Мынау актер емес па? Мынау ма? Иә. Какой-то мен көрген сияқтымын, Алтынсариннің үстінде адам. Қайсы такси ма? Осы ма? Пранк қой нәрсе. Келесің ғой? Иә? Сол кезде таңғы 5-те тұрып, осында келіп тренировка жасаймыз. Иә ма? Таңғы 5-те? Иә. Мен еще таңғы 5-те тұрамын ба? Иә. Ерте ұйықтаймыз, ерте тұрамыз. Давай. Иә ма? Сабаққа барамыз. Проблемам. Вау, камера мощная. Очень ребят. Мен мектептен шықтым. Енді үйге барам. Барғаша бауырларды оқып барам. Тарих оқу керек, тарихты. Кешке қоям ба? Не знаю. Мен келдім. Мен шықтым, мен келдім. Болып отырмын ғой мен. Бүгін 26 сәуір. Мен Бесатар повесін оқып жатырмын. Үзінді. Басы жақсы басталды. Бірақ бет қана оқыдым. Ары қарай оқимын. Но қарным ашып жатыр. Жақсы. Бүгін мен не істедім? Бүгін мен істі тапсырдым. Екі пәннен істі тапсырдым. Одан кейін басында даблды оқыдым. Даблдан видео сабақ қарадым. Түсіндірме видео сабақ. Одан кейін істі тапсырдым. Вот. Сосын АМС-дан да есеп шығардым. 5 есеп. Оның қатесін көруге. Еще пробны тапсырып үлгердім. Мәстаған. Өте күшті. Қазір Бесатарды оқимын. Хотя бы бір баспадан оқып тастау керек. Ертең жалғастырамын. Кеше де солай болған. Кеше даблды бір баспадан оқыдым. Бүгін 3 баспадан оқып тастадым. Сонымен 4 баспа. Жалпы солай өте жақсы. Негізінде 2 шығарма қалды. Соны бітіру керек бір-екі күнде. Сосын республиканың күні анықталды. Оған да дайындалу керек. ОБД-ға да дайындалу керек. Жалпы өзім қуанып отырмын. Бүгін енді сол осы Бесатарды оқимын. Қазір дұрыс жоспар құру керек. Қазір. Дәп қазір. Сізге сәлем. Ойда жоқта влог бастағым келіп кетті. Жалпы мен қазір базар жаттап отырмын. Тарихтан есіме түсіріп, өткен апта кітап оқып көз орындаған болатын. Жалпы солай. Өте жақсы. Нормально болып жатыр. Пәлен күннен кейін ұйықтап қалдым. Содан кейін оянып оқып жатқан сабағымның бірі. Жалпы солай. Қысқаша ғана айта кетейін. Қазір еще мен оның алдындағы видеоларды саламын, егер болатын болсам.
сосын не істеймін. Мә, өткенде фотофлог бастау керек еді, өте күшті болатын еді негізінде. Но мен ойымда болмапты. Ну ладно, ничего страшного, хайырлы. Сонымен осылай қазір база жаттап болғаннан кейін мектептің сабағын оқу керек. Үйден шықтым, жалпы нормально. Үйге кетіп қалатын күн болып тұр ғой. Өте күшті. Бізде 2-3 сабақ қана қалды. Сосын тараймыз. Бүгін мен мектепке ертерек келдім. Қазақстан тарихынан кітап оқиын деп жатырмын. Сосын МС-дан есеп шығарамын. Күшті. Есеп шығару тоже ұнайды маған. Өте күшті, жақсы көремін. Кітап оқудан ұнайды. Бәрін адам. Бәрі осы бүкіл тірлігімді айтты өзіме. Тірлігім емес, жасап жатқан әрекеттерім, жұмысым өзіме ұнайды. Ал 9-да мысалы сұрап отыр, мен сұрап отырмын. Бүйтіп менде бір күшті қасиет бар. Мен өзіме ұнаған бір привычкаларды бойыма өте тез сіңіріп аламын. Әсіресе сөйлеуге байланысты, мимикаға байланысты өте күшті. Әсіресе Сұрақтағы Нұртас ағайдан. Өйткені мен 3-4 айдай мен кәдімгідей қатыстым ғой шыраққа. Сол кезде кәдімгідей өте көбірек тыңдадық. Прям не бойынша, жоспар бойынша деген секілді. Сол себептен сол кісінің привычкалары негізі менде бар, но ешкім оны байқамайды. Мүмкін ол кісі байқамайтын шығар. Но ничего страшного, нормально. Ешкім байқамай қойсын, зато өзімде бар деген секілді. Өте күшті. Тек қана Нұртас ағайдың емес, Айбану апайдікі де тоже привычкалар бар. Ну, андай ғой. Мен кіммен больше жаңағы сөйлесу болсын, бір кеңес сұрау болсын, әйтеуір сол адаммен кәдімгідей бүйтіп нетсем, қалай айтсам болады, кәдімгідей сонымен байланыс болатын болса, онда я, менде ондай болады. Но енді байланыс болмай, бүйтіп бір-екі рет араласып жүретін адамның қалай сен несін привычкаларын нестіп аласың, бойыңа сіңіріп аласың деген секілді. Өте көп сөйлеп кеттім негізі бар. Тез сөйлеуді кәдімгідей үйреніп алу керек. Мен өте асықпай сөйлейтін болып кеткем. Білмеймін неге екенін, но енді үйреніп жатырмын тез сөйлеуге. Себебі менде 1 ай дейтін кәдімгідей демалыс болды. Сөйлеу бойынша. Мен қазір Қарақатпен бірге Бесатар талдайтын боламын. Мына жерде ашып қою керек. Или Қарақаттікін ашамыз ба? Но не знаю даже. Тарихи сәт. Түсіріп алмасқа болмады. Біздің митімізға Қарақат қош келдің. Сәлем жолдақ қой. Привет, қалайсың? Жаным. Міне мынау мен Қарақат дейтін өте күшті дайындалатын жұбым. Біз бірге митта осылай сабақ оқимыз. Күнде емес, енді өте андай. Өте күштірек айтып, прям осылай оқиықшы дегеннен кейін барып қана оқимыз негізінде өте күшті. Естелікке. Кітап қомана қарасай. Вау! Жұғысты болсын, маған да жұғысты болсын. Күшті! Молодец, Қарақат, өте күшті. Білімің толаса берсін, деп андай, бүйте берсін, дейді андай. Апайлар бар ғой. Күшті! Не алған? Свет көп қоятын сияндай. Хайырлы білім болсын енді. Өте күшті. Мен мынаны оқытырын шырақты кетет жару. Хотя жартысын оқып салу. Я, күнделікті 5 беттеп отырсаң, азаздан үзісіз бітіресің деп ойлаймын. Вау! Осыны маған сыйлыққа берді. Неде? Жаңа жылда, но мен оны сестренкамен бере салдым. Сонымен сестренкамда, и то ол қолданбайды. Алып кету керек еді содан. Тоже хочу ондай свет. Өте жарық болады, прям күшті. Я, мен бір подругам алған ғой, сосын
Каспийде 5 теңге дастаққа төлемей ерінесің барған. Кәдімгі жалпы ше 5 теңге жеткізіп оны кейін ала салыңдар. Ну. Міне анпакинг. Қарақаттың алған Каспийдағы покупкаларына. Өте күшті қызық отыр менде. Өз соған күшті. Мен сосын алам оны. Берған күн алам. Қарақаттың реакциясы. Қалай? Әдемі. Просто менде ше мына стол, короче, менде бұрын ана терезенің алдында тұратын ғой. И потом мен оны неге көшіріп жібердім да. Мына жақ менде стрим қоя береді, кешкі стрим, таңғы стрим деген. 24 сағат нұсқа талдау деген нәрселерді қоя береді. Ну, жақсы ол. Ей, сағындық! Фойеде сені бір қыз тосып тұр. Бар балалық грантқа түсіп, 130, 135. Еее! Міне Бекзат Саттархан. Бұтыға осылай дайындалу керек қой негізінде. Қазақ елінің үкілеп қосқан жүректері тас түйіндайын келді. Алғашқы нәтижелері көңіл қуантады. Міне жердің түбіне де келдік. Сидней, Австралия. Мектеп. Мектептегілер. Тастап кет оны, таста. Жоқ, тастап кет деймін. Күшті нәрсе ойнаймыз ана жақта. Таста мынаны. Мұстафа! Әлтима, аша! Жерінде. Ата қайретті. Ата жа. Құлақ қалмашы. Қарайсың сен. Айша қазір өзімнің косметикаларымның ішінен